Бүкіл дүние біздің айналамызда қозғалып тұрғандай. Адам табиғат патшасы деп ойлаймыз. Бірақ мәселе әлде қайда күрделірек. Адамның, жануарлардың саулығы және қоршаған орта бір-бірімен тығыз байланысты. Және біздің әл-ауқатымыз бүкіл экожүйенің тепе-теңдігіне тәуелді. Мұны соңғы пандемия дәлелдеп берді. Тепе-теңдікті бұзған жағдайда біз өзімізді инфекция қаупіне ұшыратамыз. Бұдан қандай сабақ алуымыз керек? Жабайы аң түгілі, үй жануарлары да қауіпті инфекцияларды тасымалдауы мүмкін. Бұл қауіптерді азайту үшін санитарлық шаралар мен гигиенаны естен шығармаңыз. Антибиотиктерді бақылаусыз қабылдау арқылы біз емдеуге болмайтын бактерияларды жасаймыз. Антибиотиктер инфекциялармен күресудің маңызды құралы болып табылады, бірақ оларды тек дәрігер тағайындауы керек. Пандемия кезінде отбасымыздың саулығын дәрігерлерге емес, псевдомамандарға сенген кезіміз болды. Бірақ жұқпалы ауруларды дәлелді медицина тәсілдерімен емдеу керек. Көптеген инфекциялардың өзінен гөрі асқыну қаупі қорқынышты. Балаларыңызға бұлай қауіп төндірмеңіз. Емханаға тіркеп, дер уақытында вакцина салғызыңыз. Сондай-ақ су, ауа, топырақ та патогендер көзі бола алады. Инфекция қаупін арттырмау үшін қоршаған ортаны ластамаңыз. Сондықтан біз тек адамның ғана емес, барша әлемнің сау болуын қолдаймыз. Сау әлем бұл жұқпалы қауіптерден бірлесіп қорғануға, жаһандық денсаулық сақтау жүйесіне, әрқайсымыздың жеке жауапкершілігімізге деген жаңа көзқарас. Сау әлем бұл көптеген бөліктерден тұратын пазл. Оны өзіңіз бен отбасыңыз үшін дұрыс құрастырыңыз.